Сәлем достар. Менің каналымда кездестіріп отырғаныма өте қуаныштымын. Мен бүгін ерекше тәмді тамақ дайындаймын. Соны көріп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар. Менің каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Алдын ала рахмет. Алла разы бола берсін. Бұл ерекше тағамды дайындау үшін 4 бас картоп, 1 бас пияз, 1 сәбіз, қызыл сәбіз, және де 200 грамм ет қажет. Және де 200 граммдай күріш керек болады. Ең алдымен 1 бас пиязды ұсақтап тураған соң, оны тәрелкеге салып дайындап қойдық. Енді кезекте 1 қызыл сәбізді дөңгелекшелеп тураймыз. Енді кезекте 1 қызыл сәбізімізді дөңгелекшелеп турап аламыз. Енді дөңгелекшелеп тураған сәбізді тәрелкеге салып дайындап қоямыз. Енді жаңа қазылған картоптың 4 данасын алып, жуып тазалап, қабығынан аршып, енді оны дөңгелекшелеп турап дайындап қоямыз. Енді осы дайындап алған өнімдерімізді сұйық майға қуырамыз. Егер де сіздерде картоп үлкен болса, оны дөңгелекшелеп турағаннан соң барып, 2-ге бөліп қоюға болады. Сонда сіздердің де картоптарыңыз тым үлкен болып кетпейді. Енді табаға 1 пиала сұйық майдан құйып, астына от жағамыз. Май қызған соң оған турап дайындап қойған пиязымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Қуыру барысында пиязға аздап тұз саламыз. Сонда жан-жағына майды шашырамайды. Аздап бетін жауып, дымдап аламыз. Міне пиязымыз дайын болды. Оған аздап тұз салдым. Жарты шай қасықта. Пиязымыз қып-қызыл болып қуырылған соң, оны жайпақтау кастрөлімізге салып, майын қайтадан табаға құйдым. Енді май қызып тұрғаннан соң, оған ұсақтап туралған етті салып, қуырамыз. Етті қуыру барысында аударылып, аудастырып, қуырып болғаннан соң, оның үстінен 1 пиала жылы суды құйып, бетін жауып, демдеп қоямын 5 минутқа. Етті піскеннен соң барып, оның майсыздау етіп, майынан ажыратып, жаңағы кастрөлімізге пияздың үстінен салып, үстін басып қоямыз. Дөңгелекшелеп тураған қызыл сәбізді салып, оны да 2 бетін қызартып,
қуырып аламыз. Дәмін ерекше етіп тұратын осы қызыл сәбізді енді еттің үстінен салып, басыңқырап қоямыз. Басып қою керек. Кезекте дөңгелекшелеп тураған картобымызды майға салып қуырамыз. Екі беті қызарып дайын болғанда үстінен аздап тұз себелеп қоямыз. Енді оны сәбіздің үстінен кастрюльге саламыз. Видеода көргендеріңіздей аса қиын емес тамақ. Қуырылған картоп және де қызыл сәбіз дәмді ерекше етеді. Ал еті молырақ болса, тіптен дәмді болады. Ендігі кезекте тапаға майды құйып, ол қызғаннан соң жуып, тазалап, дайындап қойған күрішті салып қуырамыз. Енді май тым шашырамас үшін оның майға тұз себелеп қойсаңыздар, майы шашырамайды. Енді осы күрішіміз піскеннен соң барып, тұз қосу керек. Әуелі майға қуырылған, одан кейін суда піскен күріштің дәмі өте кереметтей болады. Күріш 5 минут демделгеннен соң, енді оны картоптың үстінен саламыз. Салып болған соң, үстінен басып қою керек болады. Міне енді күрішімізде өз орнын тауып, енді жаңа шашырап кетпеу үшін күріштің де үстінен басып қоямыз. Енді бұл асты төңкеріп салу үшін мен қызыма айттым. Ол қаспенен барабан сияқты ұрып, легенге төңкерісіп, қасықпен ұрғыладық. Міне қараңыздаршы. Өте кереметтей болып шықты. Енді астың үстінен азырақ укроп және де райханның жапырақтарынан ұсақтап турағаннан соң, оны легеннің шетінен, тамақтың шетіне салып қойдық. Енді бір қияр және де 2 свежий помидордан 4 бұрышты етіп турап, оны да тамақтың шетіне саламыз. Егер үйлеріңізде айран болса, айраннан да ыдысқа құйып қоямыз. Біздің үйде қызымыз жақсы көргендіктен, оған көбірек айраннан салып қойдық, құйып қойдық. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл ерекше тағамның аты маклюбе болады. Мен осы асты жақында үйреніп алып, пісірдім. Өте дәмді болып шықты. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.